Кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінің кезекті отырысында бірде-бір кәсіпкердің мәселесі шешілмеді. Оған себеп құзырлы органның бірде-бір басшысы жиынға келген жоқ. Осындай немқұрайлық бизнес ашамын деп ниет еткен азаматтардың тірлігіне тұсау болуда дейді мәжілісмен әрі облыс бойынша кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесінің төрағасы Алмас Тұртаев. Жер қатынастары, ауыл шаруашылығы салаларының жетекшілері жиынға келмеген соң мәселе де шешілмеді. Кәсіпкерлердің бизнес жобалары мен өтініштері созбалаңға салынуда. Мәселен, жеке кәсіпкер Нұртаев тауарлы балық және оны өңдеу өндірісін ұйымдастыру инвестициялық жобасын іске асыруды жоспарлағаны қайзаман. 2008 жылы Иркөл учаскесіндегі тоған шаруашылығының 350 гектар жер телімін ұзақ мерзімге жалға беру туралы өтініш білдірген. Аталған жоба 2011 жылы үдемелі индустриялық даму бойынша аймақтық үйлестіру кеңесі отырысында мақұлданып, индустрияландыру картасына енгізілген. Ал жеке кәсіпкердің өтініші әлі күнге қаралмай отыр. Жерге қатысты мәселе жеке кәсіпкер Махановты да шаршатып отыр. Ол Көкжиде аумағынан шаруа қожалығын жүргізу үшін жалпы көлемі 64 гектар жер учаскесін 49 жылға жалға алған. Кәсіпкерге жеріңді нысаналы мақсатқа пайдаланбадың деген қала әкімдігі ол аумақты босалқы жерлер санатының арнайы жер қорына заңсыз алып, келесі бір кәсіпкерге сатқан. Бұл азаматтың жері босалқы жер пайдаланмаған үшін қалған босалқы жерлердің санатына арнайы жер қорына заңсыз алынған болып анықталды. Тараптардың тілегін тыңдаған кеңес төрағасын алдымен жауапты тұлғалардың жауапсыздығы қайран қалдырды. Неге немқұрайлық? Бұл бірлесетін жұмыс қой. Біз жерде біреу айыптайын деп отқан жоқ, біреуді соттайын деп отқан жоқ. Егер кәсіпкерлердің мәселесін немқұрайлық қарайтын болса, кәсіпкерлер деген қарапайым халық болды. Бұл жай халық емес, адамға өз-өзін жұмыспен қамтып, басқаға жұмыс беріп отырған салық төлеуші, сол арқылы мемлекет қызметкерлерге айлық беріп отырған. Қазір сіз бізге не айтасыз? Шешім қабылдай аласыз ба? Сондықтан егер алдағы уақытта кеңестің мәртебесін нақты кәсіпкерлердің мәселесіне бойынша нақты бір нәтижеге қол жеткізгіміз келетін болса, өтініш ең құрғанда қала әкімінің орынбасары кесін. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғайтын кеңестің отырысы бұл жолы тек проблеманы ортаға салумен шектелді. Әйтпегендеше, құзырлы орган жетекшілері келмесе, елбасы мен облыс басшысы қойып отырған негізгі міндет бизнестің өркендеуіне немкетті көзқарас танытып отырса. Асқар Тәжибахан Әлиев, Серік Қаражігітов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.